Сәлем достар, сіздермен Бекзат және менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видео сұрақ жауап деп аталады. Сіздер күттіңіздер деген ойдамын. Таңдап бір жақсы сұрақтарды таңдап алдым. Және сен өзіңнің каналыңды дамытып, адамдар тіркелген қаласаң, онда сен менен төмен бағада пиар ала аласың. Ол жайлы маған ВКонтактеме жазсаң болады. Олай болса видеоның тақырыбына көшейік. Ең алғашқы сұрақ: қазақ ютубында қай видеоблогерлер ұнайды? Қазақ ютубында мен қай блогерлер ұнағанда көбінесе көре бермеймін. Тек қана менің рекомендациямда шығатын блогерлерді көрем. Аттарын жаттамадым. Бірақ келесі видеода мен сендерге обязательно айтамын қандай блогерлерді көретінімді. Келесі сұрақ: елес көрген кезің болды ма? Құдай сақтасын, елес көрген кезім болған жоқ, бірақ менің басымда ондай оқиға болған. Бірақ оны алдыңғы видеоларда айтатын боламын. Жазғы каникулға жоспарларың. Менің жазғы каникулға жоспарларым аттестатымды алып, сабағымды жақсылап бітіріп, және каникулда өте көп қызықты видеолар түсіріп, каналымды ары қарай дамыту. Және мен осы жазда ешқайда бармайтын шығармын, тек өзімнің үйімде сіздерге видео түсіретін боламын. K-pop бағытында көзқарасың қандай? K-pop деген бағыттарға көзқарасым өте жақсы, және мен оған ешқандай жамандық, яғни жаман пікірім қалыптаспаған, және жаман пікір менде болмаған. Бәрі жақсы. Ең жек көретін пәнің қандай? Алгебра, геометрия, химия, физика және дене. Өйткені бізде одан бір түрлі мұғалім береді. Қандай музыкалар ұнайды? Мен көбінесе емес, жалпы поп және арасында рэп музыка тыңдаймын. Осы сұрақтарыма жауап берсең үлкен рахмет, оқасы жоқ. Келесі сұраққа көшейік. Келесі сұрақ Санжар Исколовтан келді. 24 сағат ініме тек қана иә деп айтамын атты видеоңда общий қанша ақша құрттың? Примерно 7.000 немесе 8.000. Келесі сұрақ Дилназ Мырзабектен келді. Алғашқы махаббатың қалай болып еді? Менің алғашқы махаббатым 2-ші немесе 3-ші класста болған шығар. Қасымда отыратын бір қызды просто жақсы көрдім. Бірақ ол андай артынан жүру емес, просто ұнап қалды. 9 сыныптан кейін кетесің бе, әлде 11-ші сыныпқа қаласың ба? Оны әлі шешкен жоқпын. Заброшкаға барып түсіру ойымда жоқ па? Ойымда бар, және бірақ ол үшін маған қасыма блогерлер немесе адам табу керек. Жазғы демалыста не істейсің? Үйде отырамын. Келесі сұрақ Алима Жарас қызынан келді. Қызың бар ма? Менің қызым жоқ. Осы сұрақ мені сұрай бермеңіздер. Руым кім? Менің руым Әлім. Фобияң қандай? Менің ең қатты фобиям, мен жыландардан қорқамын және арасында биіктіктен. Маған сәлем жолдаш. Алима Жарас қызына сәлем. Келесі сұрақ Зе Әселядан келді. Сен осы жылы ораза ұстайсың ба? Оны әлі дұрыс шешкен жоқпын, себебі мен өзімнің шыдай алатыныма және шыдай алмайтыныма әлі сенімді емеспін. Сен қайда барғың келеді? Менің ең басты арманым жалпы бүкіл дүниежүзі бойынша саяхаттау, бірақ ең бастысы Америкаға барғым келеді. Штативің бар ма? Жоқ, менде штатив жоқ. Мен картондарға немесе столдың үстеліне қойып видео түсіремін. Келесі сұрақ Сымбат Алтынбаевадан келді. Сендерде орыс СБ бола ма? Бізде орыс СБ тек 90 біткен сайын болып тұрады. Қандай пәнді ұнатасың? Ағылшын. Ұнататын қызың бар ма? Жоқ. Апайлардан көп ұрыс естисің бе, әлде жоқ па? Жоқ, көп ұрыс естімеймін, тек күніне миллион рет. Үй жұмысын жасап барасың ба? Мен көбінесе, сендерге жайлы кішкене факт айтайын, мен үйде ешқашан сабақ оқи алмаймын. Мен өйткені үйде басқа зат қалаңдап кетемін, ал сабақта отырғанда менің миыма тез кіреді, сосын сразу сабақты айтамын. Бірақ жазатын үй жұмысын мен үйде істемеймін, өйткені мен үйде үй жұмысын жасай алмаймын. Баян Қалмұхановадан сұрақ келді. Сәлем. Өзіңнің атыңды өзгертуге мүмкіндік берсе өзгертер ме едің? Қалай? Мүмкін өзгертермін, бірақ қалай екенін әлі шешпедім. Футбол қарайсың ба? Қай командаға жанкүйерсің? Мен футбол қараймын, иә, бірақ менің ондай сүйікті командам жоқ. Мен өзім футбол ойнауын ұнатамын, бірақ футболдың жанкүйері емеспін. Баян Қалмұханова, сәлем. Келесі сұрақ. Сіз қайда барғыңыз келеді? Мен Америкаға барғым келеді, және Корея, Турция деген сияқты жақын мемлекеттерге. Қайда тұрасыз? Мен Ақтау қаласында тұрамын. Неше подписчик болғанын қалайсыз? Әрине миллион подписчик болған қалаймын. Жақында қандай қызықты видеолар болады? Ол жайлы мен әзірге айта алмаймын, оны келесі апталарда көретін боласыздар. Сіздің басыңыздан қорқынышты оқиға болды ма? Болса сондай видео түсіресің бе? Әрине түсіремін. Ең сүйікті өлеңдерің. ВКонтактедегі аудиозаписіме кіріңдер, соның ішінде менің барлық сүйікті өлеңдерім жиналған. Келесі сұрақ бізде Наскадан келді. Қызбен жүріп көрдің бе? Иә.
руың кім әлім? Әзіл қойсың ба? Иә, әзіл қоймын. Даладан iPhone XR тауып алсаң не істейсің? Парольсіз дымсыз. Әрине ұстаймын, видео түсіремін. Және мен iPhone XR алуды армандаймын. Лагерьге бардың ба? Жоқ, мен өмірімде ешқашан лагерьге барып көрмедім. Сен қуасың ба? Күн сайын. Маған сәлем жолдаш. Назерке Тоңғатарова, сәлем. Мінекей достар, мен барлық сұрақтарға жауап беріп болдым, және видеода сіздердің сұрақтарыңызға жауап бердім деген ойдамын, және сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса сұрақтың жауаптарын белгісін басып, менің арнама тіркеліп, колокольчик басып кетуді ұмытпа. Және де осы видеода 400 лайк жиналса, мен тағы да мүмкін сұрақ-жауап видеосын түсіретін шығармын. Және де менің инстаграмыма тіркелуді ұмытпа. Менің инстаграмда өте қызық фотолар бар. Және осы видеоның соңына дейін қарағандарың үшін